Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әсем. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі миксерсіз дайындалатын үлкен көлемді биік болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан-ақ шығады. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз, оның үстіне дайындап алған қантымызды қосып, венчикпен, яғни былғауышпен жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанға дейін, яғни миксерсіз осылай венчикпен араластырып шығамыз. Одан соң үстіне сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Мен тоңазытқыштан алып құя бердім. Одан соң үстіне сұйық май құямыз. Ешқандай сары май дүкендегі пайдаланбай, осылай үйдегі сұйық майды құйып жасай берсеңіздер болады. Барлығын араластырып, одан соң үстіне сода саламыз. Соданы бір шай қасық соданың үстіне бір ас қасық, үлкен ас қасықпен уксус құямыз. Уксус алма болғанда жақсы уксустың, мен бірақ ол болмағандықтан 9% уксусты пайдаландым. Жақсылап араластырып, одан соң үстіне жарты шай қасық разрыхлитель, яғни қопсытқышты салып араластырдым. Одан соң үстіне міндетті түрде електен өткізілген ұнды салып өткізетін боламыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Былғауышпен жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Ешқандай ішінде түйіршік қалмауы қажет. Одан соң үстіне мақ қостым, әдемілік үшін, немесе сіздер грек жаңғағын қоссаңыздар да болады. Жаңғақпен де өте дәмді болып шығады. Мен арасына мақ қостым. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз да дайын форманың үстіне құямыз. Мендегі форманың диаметрі 24 сантиметр. Форманың астына міндетті түрде пергамент қағазын қойып құйғандарыңыз жөн, сонда асты жабыспай жақсы пісіп шығатын болады. Енді 180 градуста шамамен 35 минуттай пісіріп аламыз, беті қызарғанға дейін. Мінекей біздің осымен пирогымыз дайын болды. Үстіне әдемілік үшін қант ұнтағын сеуіп шықтым. Сіздер қалауларынша жасай берсеңіздер болады. Мінекей осымен біздің миксерсіз дайындалатын үлпілдек нәзік тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір бөліміне өз ойыңызды жаза отырыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде. Және жоғарғыдағы инстаграм парақшама да тіркеліп қойсаңыздар, күнделікті ас бөлмемде дайындалатын тағамдарды да көре алатын боласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет.